ақш пен Канаданың соңынан еріп қазанның 31-нен қарашаның 1-не қараған түні әлемдегі барлық адамдар мәні мен мағынасын көбі түсіне бермейтін Хэллоуин пұтқа табыну мерекесін атап өтеді. Біздің елімізде Хэллоуинді атап өткісі келетіндерге маскарад костюмдерін сатып алуға, түнгі клубтардағы қорқыныш би кештері және түрлі Хэллоуин квесттеріне шақырып жатыр. Ол кештерге барған адамдар барынша көңіл көтеруге тырысып, ақиқатында не тойлап жатырғандарын да түсінбейді. Хэллоуиннің тарихы Британия мен Ирландия елдерін мекендеген ежелгі кельттердің заманынан басталады. 1 қарашаға ең жақын ай толған түні олар жаздың соңы дегенді білдіретін Самайн мейрамын тойлайтын. Кельттер сенімі бойынша Самайн кезінде адамдар мен рухтар әлемінің арасында бөгет жойылып, жақсы рухтарда, зұлым рухтарда жерді кезіп жүреді деп сенетін. Кельттіктер өлілердің рухтары өз үйлеріне қайта келеді деп есептеп, оларға жағыну үшін тағамдар әзірлеп қоятын. Сондықтан бүгінде әруақ не мыстан болып киінген балалар үйден үйді қоймай аралап, бір нәрсе бермеген үйді тәлкек қылып, сазайын тартқызамыз деп үй иелерін қорқытуларымен өздері андамай Самайн мейрамы жораларының қайта жаңғыруына үлес қосуда. 19 ғасырда Ирландия мен Шотландия иммигранттары бұл мерекені Америкаға әкелді. Өткен ғасырдың 20 жылы Нью-Йорк пен Лос-Анджелес қалаларында алғаш рет ресми тойлана бастады. Уақыт өте келе Хэллоуинде ағаштарды өртеу, шамдарды сындыру секілді ұсақ-бұзақылықтар сәнге айнала бастаған. Америкада 1950 жылдардан бастап Хэллоуин коммерциялық тұрғыдан пайда әкеле бастады. Костюмдер, әшекейлер, ашық хаттар және басқа да заттар өте жоғары сұраныстарға ие бола бастады. ақш пен Канадада бір ғасырға жуық тойланған Хэллоуин бүгінде Еуропа мен басқа да құрлықтарға қанатын жайды. Оның дәлелі жоғарыда келтірілген өз еліміздегі түрлі Хэллоуиндік кештер. Өзін мұсылман санайтын әрбір қазаққа бұл мейрам жат болып табылады. Себебі бұл мейрам ислам сеніміне қарама-қайшы.